Октябрьнын 25-ші Қарамыш халінің 1336 күні студияда Мавиле Мухтарова чалыша. Селам алейкум. Ишғал етілген Қырымның сөзде махкемесі Хизбут Тахрир давасының 3 мабусына апсте қалдырды. Бүгін Узир ве Тимур Абдуллаевлер ве Эмиль Джимадиновның незарет алтында қалма міндетлерінің ұзатылмасымен бағлы шекей таризалары бақылып, кене ред етілді. Узир Абдуллаев ве Эмиль Джимадинов декабрьнің 9-ына, Тимур Абдуллаев есе декабрьнің 11-не қадар апсте ета жақларулар Русияда ясақланған Хизбут Тахрир тәшкілятында иштирак этмесинде кабатлана. Он в очередной раз заявил, что он абсолютно уверен, какой будет результат. Не видел ни одного доказательства того, что он может скрыться, что содержание его в следственном изоляторе – это всего лишь не что иное, как просто давление на него с целью получить от него желаемых следствию показаний, подписей и так далее. Мой коллега сказал, что я бы, если был бы судьей, давно бы вас уже посадил бы. Я был прокурором в свое время, поэтому не сидел бы и не игрался бы, вот это не продлевал вам уже на протяжении года, а сразу бы вас сажал. Вот такие у нас, к сожалению, коллеги, вот такие у нас адвокаты по назначению. Уғығыр чалайжылар Бірлешкен Милletтерінің яңа Қырым резолюциясын азырлай. Бұны Қырым Уғығыр чалайжы группасының әребері Ольга Скрипник білдірді. Яңа месиха саяси мәбіслер меселесіне бұйық диққат айрajақ. Оларның азат етілмесі ве тедави көрмесі қайды тілейжектір. Яңа резолюцияда Русияның Қырым татар милли межлесіні танымағана ве қырымлыларының Украин тілінде тәсіл алып оламағаны да айтылажақтыр. Росія не лише не виконала вимог, але й погіршила ситуацію. Иктисади санкциялар саясеті Русияны Донбассның ишғал етілген топрақларындан кетмеге ве ишғал етілген Қырымның қайтармаға мечбур етер. Полония президенті Анджей Дуда бұндан емен. Бұны о Финляндияда матбуат конференциясында айтты. Андака президенті Дуда Кремльнің Украинадағы стиляжи саясетіна музыкере етті. Полония президенті Шарқы Европада НАТО бұлынмасының құветлештірілмесі Русияның саясетіне жеваплы деп қайдетті. Санкції мають призвести до того, що Росія припинить війну на Донбасі, яку сама ж і спровокувала. Москва також мусить відмовитися від анексії Криму і агресивної імперської політики. Алмания шirketlері Қырымда чалышмажақ. Бұны Алмания президенті Франк-Вальтер Штайнмайер Русияның коммерсант нешіріне білдірді. Оның мемлекеті ярымада ишғаліні танымай. Німецькі компанії не будуть працювати там. У випадку із компанією Siemens був порушений чинний договір і тим самим підірвана довіра інвесторів стосовно відданості російських партнерів договірним обов'язкам. Наразылық ве Владимир Балухны ең қысқа мүддет ішінде азат етмек талабы. Бұл шекілде Украина тышышлер назірлігі ишғал етілген Қырымның сөзде махкемесі шығарған қарарға жевап берді. Украин фаалінің незарет алтында қалмасы кене ұзатылды. Бұны назірлікнің матбуат кетібі Мариана Бетса Твиттерде білдірді. Оның қайд еткеніне көре Русия Украина ватан перверлерінден қорыққанына да бір керек көстерді. Владимир Балух 2018 сенесі январінің 16-сына қадар незарет алтында қалажақ. Прокурорның фікірінше Балух азатлықта олса қанусыз фаалиет көстермесі мүмкін. Адвокат еменке махкеменің делелері жоқ. ФСБ Балухны 2016 сенесі декабрьнің 8-інде яқалады ишғалжылер оны селя сақламасында қабатлай. Незаконний суд, незаконне рішення. Боїться окупаційна влада українських патріотів. Висловлюємо протест і вимагаємо звільнити Володимира Балуха. Рифат Чубаров Ксения Собчакның Қырым лафларыны изатлады. Русия президенті вазифесіне намзетіні көстережек олған алып барыжы Қырым Украинаға айт олғанын айтып, Русия ярымаданы ишғал етіп, халқара құқықны бозды деді. Якщо б продовжувало після того, що Крим є українським, якщо б продовжувало думку про те, що тому Росія має вивести свої війська, деокупувати Крим і повернути Україні її територію, яку Росія так брутально окупувала. Вона цього не сказала. І в цьому я бачу таку половинність її думки. Але те, що вона розпочала цю
публічну таку розмову, я думаю, що в цьому є більш плюс, ніж мінус. Kırım ve Kiev'de Amitxan Sultan'ın abidesine çiçekler koyulacak. Bugün meşhur uçucu ve Sovetler Birliği'nin iki defa Karaman'a 97 yaşına dolduracak edi. İkinci Can Cenk'inde Amitxan Sultan tuğan Kırım'ını korçaladı. 600'den ziyade harbi uçuşunu gerçekleştirdi ve 50'ge yakın düşman uçağını uğrup düşürgen edi. Uçucu Kırım Tatarı olğanını her daim qayd etken edi. Aynı bu sebepten Sovetler Birliği'nin Karaman'ı unvanını üçüncü kere alıp olamadı. Amitxan Sultan hakkında tafsilatlıca levhamızda tarif edelim. Haytarma filminin parçaları Kırım Tatarlarının sürgünlüğünü hikaye etken levhanın baş kahramanı Kırım Tatarı Sovetler Birliği'nin iki defa kahramanı Amitxan Sultan'dır. O Sovetlerde 50'den ziyade uçağına bakkan yekeni uçucudur. İkinci Can Cenk'inde Amitxan Sultan 50'ge yakın düşman uçağını vurdu. Kırım Tatar halkının faciasını ve meşhur Kırım Tatarının takdirini filmde rejissör Ахтем Сейтаблаев birleştirdi. O Amitxan Sultan rolünü oynadı. Я знав про нього і завжди мріяв, що якщо я колись виросту, я обов'язково стану льотчиком. Льотчиком я не став, але мені пощастило зняти фільм. Я з самого дитинства знав, хто він такий, я знав, що він герой, я знав, що він завжди боровся, щоб його народ повернувся на свою батьківщину і щоб з нього були зняти обвинувачення. Amitxan Sultan halkı uğragan faciadan pek kasvetlenip, sürgünlük yerlerinden qaytkan semiddeşlerine elinden kelgene kadar yardım etken edi. Bu haqda tarihçi Gulnar Abdullayeva hikaye etdi. Я могу точно сказать, что Амитхан Султан помогал как и денежными средствами, как и морально поддерживал крымских татар, которые добивались своих прав возвратиться на свою историческую родину. То есть для него это была главная цель, наверное, его жизни, уже после войны. 2014 senesine kadar Meclis ve Kırım Tatarlar Akmejit Havalimanı'na Amitxan Sultan'ın adı verilmesini talep etken ediler. Yarımada işgalinden soň Ukrayna Yukarı Radası Havalimanı'na meşhur uçucunun adını vermege karar aldı. Lakin işgalciler bu kararını yerine getirmedi. Viktoriya Ablязова, Sergey Karapyshchenko, Zaman, ATR. Ukraynada maliye taqiqatlar hizmeti peyda olacak. Bunu baş nazir Vladimir Groysman hükümet toplaşığında bildirdi. Bu hizmetni Kiev mayıs ayına kadar kurmağa vade etken edi. Groysman kontrol ve kuch idareleri iş adamlarına daha da çok memuri baskı yapmağa başlaganını qayd etdi. Bu biznes problemlerini doğurmakta böylece biznes inkişafının mantığına zıt keldi. Підприємці скаржаться на абсолютно, який не витримує жодної критики, тиск правоохоронної системи. І причому в різних регіонах по-різному. Я не хочу сьогодні віддавати лігу першості, хто із правоохоронних органів чинить цей тиск більш зухвало, але я думаю, що всім можливо сьогодні дорікнути в неефективності роботи з одного боку, а з іншого боку неповаги до бізнесу. Я не збираюся його терпіти. Ужгородта 13 мектеп talebesi gaznen zehirlendi. Mektepning birinchi qatında ne olgаны belli olmagan madde o'ylidan so'ng tarqalmağa başladı. Ballar acele tahliye edildi. 11 talebe mektepten hastahanege alındı. Da ikisini ana babaları evden getirdi. 13'de hastahanede ağır alda bulundu. Biri baş ağrısı, öksürük, yürek bulanığı olğanını aytdı. Ballarının sıcağı көтерildi. Hekimler gerekli tedbirler aldı. Onların aytganına göre bu biber gazının zehirlenuvinin alametleri olabilir. Şehir şurası mektepte komissiya olacağını bildirdi. У всіх приблизно однакові симптоми. Це є різке першіння в горлі, то є потемніння в очах, головокружіння і нудота, і підйом невеликої температури до 37,2-37,3.
Жебеде бұйық зарар кечкен күні 4 Украина аскері илі ақылды да 3 аскер яраланды. Душман Украина селялы көветлеріне 15 кере атеш açtı. Майын атыжы граната атыжылар kullanılған Украина арбейлері хафиф селядан cevap берді. Еңдешетлі ұрышлар Донецк тарafında oldu. У результаті бойових дій загинули 2 наших воїнів. Ще один був поранений. Крім того, внаслідок підриву на невідомих вибухових пристроях загинули 2 і отримали поранення 3 українських захисників. СБУ АТО аланында сөзді ЛНР үшін жасуслық япқан қадынны яқалады. Хафызлық қызметі білдіреке қадын Украина арбей бөліклерінің еркені ве әрекетлері аққында малюмат топлап, ишғал алтындағы топрақларға берейді. О есе террористлер оны зорлады деп ысырар еді. Зейретлерден бірінде сөзді девлет хавсызлығы назырлығы оны яқалаған екен. Қадын Украина ордусына қызмет еткенінде қабатланды. Оңа я апыс, я жасуслық теклиф етілген. Махкемеге қадар қадын незарет алтында қалажақтыр. Пытали сутки, били, проверяли на полиграфе, написала объяснительно. Интересовались, много ли военных, а также полицией. Днепро шеріндегі полиция хадимы 500 000 гривна хабар алғанда яқаланды. Олар ерлі іш адамындан пара істегенлер. Бұның еріне мал мүлкінден тевқif тедбірлері алып ташланacak деп ваде еткен екенлер. Полиция хадимлері іш ерлерінде яқаланды, хабаршылық маддесі бойынша жинайы тақиқат ашылды. Екісі 8 елдан 12 елға қадар азатлықтан марум етіле біле. Косовода қар яғды. Да бір қач күні версімында sıcaqıda. Ава әріреті 24 dereceге етейді. Шымды ise 0-дан ашағы 1 derejені тешкіл етмекте. Бөле еғанақлар соңғы 15 ел девамында олмағаныда. Ең çok Дугел қасабасы зарар көрді. Сәкенлері қар яғы жағына азыр олмағаныны айталар. Фортунадан соң су басуы Шымали Каролинада күчлі яғмырлар яғыды. Бұның нәтижесінде өзенлерде су севиесі көтерілді. Бірқач район электриксіз қалды. Күчлі елден себеп электрик ағлары зарар көрді. Онларнен терек сынды, yollar су алтында қала әрекет ясақ етілді. Қарасу Базар районында Риза Абдураманов ғайып болды. Түнеуін күндіз сатушілерде евден шыққан еркі шалыда евге қайтмады. Оның психик хасталығы бар. Экранларыңызда мәлімат бермек үшін телефон номерасы қайд етіле. Шымдылық бұл соңғы хабарымыздар. Невбеттегі заман яйынына қадар бір саттан аз қалды. АТРден айрылмаңыз. Ве сайтымызда бұтын яйынларға абуне олмаңға ұнытмаңыз. Көрішмек үзіре.